Так, мына бала Атоштың тырнағын қараңдар. Көрсетші Атош тырнағыңды. Қайсы көрсетейін? Аяқ. Жоқ, аяқ, аяқта өсіп кеткен. Қолдыкін да көрсетейік. Мына қараңдар. Қолдың тырнағы дейтін 5 батпан кір үші өсіп кеткен. Соны алу керек. Алдыртпайды, қашат. Аламыз ба? Айтиш? Ой, арқама отыр. Так, кусачка аламыз. Мен де тырнағым алынған, просто это топырақ бар. Так, қазір тырнағын аламын. Ауырса айт, я? Қалай Атош? Әжеге тосып талды. Әжеге. Әжеге. Нормально. Бұрын бізде жылатып тұрып алушы еді ғой, кішкентай кезімізде ше. Қайшымен алады ғой, шана батырып тұрып ше. Мама, қош дейсің ғой, короче. Атош? Ай. Короче, осылай барлық тырнақтарын алдық. Енді аяқтардың тырнақтарын алып тастаймыз. Папасының аяғы. Қатты алдым. Қатты алдың? Неге? Ауырды ма не? Болды, кешір, иә? Негізі ер баланы жалпы әкесі жуындырып, уже кішкене осындай болады, уже 3 жас, 2 жас. Әкесі жуындырып, әкесі тырнағын алып, солай жасаған дұрыс. Өйткені бұл ер адам ғой, уже үйрене беру керек та, сізбен бірге душқа түсіп тута деген сияқты. Я балам, я? Ләззат баба!